Ал достар, бүгін бізде бірінші техникамыз паталь әдісі, яғни листовой паталь және жидкий паталь. Қараңыздар, осылай формуламызды есептеп аламыз да, дәптерімізді жанымызға қойып аламыз. Бізге осындай молд қажет болатын болады, және де осындай листовой паталіміз қажет болады, және де жидкий паталіміз қажет болады. Осы біздің техникамызға арналған. Одан кейін су қажет болады, және де бізге осындай высококомпрошный гипсіміз қажет болады. Құрал жабдықтардың барлығын қасымызға дайындап аламыз. Стакан қажет болады. Барлығын қасымызға дайындап аламыз да жұмысымызға кірісеміз. Молдымызды бірінші скотчпен жақсылап тазалап аламыз, себебі қыл болуы мүмкін, шаң болуы мүмкін. Соның барлығын жақсылап тазалап аламыз, себебі біз ақ гипспен жұмыс жасаймыз. Ақ гипсте бізде барлығы көрініп қалуы мүмкін. Ішіне кіргізіп, жақсылап жан-жағын барлығын тазалап алатын боламыз. Енді молдты тазалап алғаннан кейін жақсылап тазалайсыздар. Жақсылап, өйткені біз ақ гипспен жұмыс жасаймыз. Молдты тазалап алғаннан кейін осындай біз листовой паталімізді ашып аламыз. Бұл бізде сұр түсті, яғни серебро. Бізде золото және серебро екі түсі болады бұндайдың. Мен серебросын қолданамын бүгін. Осыны аламыз, ашып аламыз да қолымызбен хлопок сияқтыдан андай ашып аласыздар да, қолдарыңызға жабысады, андай қалыптарының ішіне, осылай молдтардың ішіне кіргізіп қолыңызбен жағып жасап шығатын боласыз. Осылай жасап шығасыздар. Әр жерінде болады бұл. Сондай техника өзі, арнайы патальмен жұмыс. Серебро, золото түсі бар. Золото түсін қолдансаңыздар да болады. Осылай ішіне кіргізесіздер. Қай жеріне қойғыңыз келеді, өздеріңіздің қалауларыңыз, солай жасап шығасыздар. Мінекей қолдарыңызбен үзіп аласыздар. Кисточка пайдалансаңыздар да болады, бірақ мен қолмен жасаймын. Вот осылай ішіне, молдтың ішіне жағып шығасыздар. Біз гипсті құйған кезде бұның барлығы біздің гипсімізге жағылып шығатын болады. Көріп тұрсыздар ғой, мінекей осылай жақсылап кіргізіп шығасыздар. Мінекей қараңыздар. Қолдың көмегімен жақсылап. Мінекей бізде осындай болады. Енді молдымызды қоямыз. Келесі кезекте біз гипспен суымызды өлшейтін боламыз. Бізге удалить етеміз весімізді, және де жаңағы техника есеп формула бойынша біз есептеп алдық. Қасымызға дәптерімізді қойып алдық. Және де біз бұған керекті гипсімізді құйып аламыз. Бізге қажет 210 грамм гипс қажет болады. 211-212 болып кетсе, ол ештеңке етпейді. 210 грамм гипсімізді аламыз да, қажетті суымыз бізде 100 грамм суды құятын боламыз. Мінекей қараңыздар, осылай алып тастайсыздар, артық болып кетсе. Содан кейін бізге қажетті суымызды, весімізді удалить етіп тастайсыздар, міндетті түрде оны ұмытпаңыздар. 100 грамм су құятын боламыз. 100 грамм суды құятын боласыздар. Мінекей. Сөйтесіздерді жақсылап біз араластырамыз. Іртік болып қалмау керек бізде. Вот жақсылап араластырып болғаннан кейін біз қалпымызға құятын боламыз. Мінекей қараңыздар. Біз өлшеммен құямыз, себебі бәрі бірдей болады. Мінекей ешқандай артылып қалмайды, ешқандай кем болып қалмайды. Өлшеммен жасағаннан кейін бізде бірдей болады. Мінекей қолдарыңызбен осылай ұрып не қыласыздар, өткен шарик болады. Барлық жеріне тию керек. Осылай қолдарыңызбен ұрып сілкілеп жібересіздер кішкене. Вот, бұл жұмысымыз біздің осылай бір орында қозғалмай 20 минут тұру керек. Күннің көзіне қойсаңыздар да болады. Болмаса бөлме температурасына тұрса болады. 20-30 минут қойып қоясыздар. 20-30 минуттан кейін ашып көресіздер. Мінекей қазір мен бір 10 минуттан кейін кеп көріп тұрмын да. Мінекей қарасаңыздар, уже кішкене қатып жатыр да, бірақ әлі гипсіміз жұмсақ. Бұндай кезде алуға болмайды, себебі жұмысыңыз сынып кетуі мүмкін. Көріңіздер, жұмсақ болып тұр. Сол үшін біз қайтадан қойып қоямыз кебуге. Күннің көзіне апарып қойсаңыздар болады осы кезінде. Мінекей енді қараңыздар, жұмысымыз толық біздің кепті. Жаймен деп ашып аламыз да.
Вот қараңыздар, барлық жерін осылай тексеріп шығасыздар, кішкене ауа кіргізіп жібересіздер, гипске салмақ салмайсыздар, молтты шешіп аласыздар. Мінекей біздің техникамыз, вот біздің паталь арқылы жасалған техникамыз, біздің сабын салғышымыз дайын болды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай болып техника шығады. Шет-шеттеріне мінекей узорлары осылай түседі. Бізде қараңыздар, сабын салғышымыздың астыңғы жағы тегіс болмай шығады. Оның барын наждактың көмегімен тегістеп шығасыздар. Мінекей жұмысымыз бітті. Достар, енді біздің екінші техникамыз осындай жидкий патальмен жұмыс. Бұл жерде осындай жидкий патальды аласыздар да жақсылап шайқап аласыздар. Шайқамай жасауға болмайды, әбден шайқап аласыздар. Содан кейін бұның кішкене иісі болады. Кисточканы аласыздар да дайын бұйымдарыңызды кәдімгідей алып бояй бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл сіздерде кәдімгідей гипсті алып, патальды алып, осылай гипстің үстіне жағып бояй бересіздер. Осындай әдемі серебро, бұның золото түсі де болады. Бізде золото немесе серебросын алып осылай бояп пайдаланасыздар. Бұл өте әдемі шығатын техника. Бұл бізде жидкий паталь деп аталады. Қазір қарасаңыздар, нәтижесі мінекей осындай әдемі болып шығады. Вот.